Сәлем, озат оқушым. Бүгін бізде 69-шы сабақ амоним дегенімізне сөз мағынасымен жұмыс істеуді үйренеміз. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап береміз. 19-шы жаттығу: мәтінді тыңда. Спортпен арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің Олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Яғни бұл мәтінде Олимпиада, спорт және Олимпиада чемпиондары жайлы айтылған екен. Қысқа болса да сондай тамаша мәтіннің бірі. Мұнда суретте біздің еліміздің, яғни Қазақстанның Олимпиада чемпиондары бейнеленген. Енді осы суретте қандай Олимпиада чемпиондары белгіленген екен? Соларды айтып тауып көрейік. Бекзат Саттарханов ең бірінші суретте тұрған, ол бокстан Олимпиада чемпионы. Одан кейін Бақтияр Артаев, ол да бокс чемпионы. Одан кейін Ольга Шишигина, кедергілермен жүгіру бойынша жеңімпаз болған. Тағы қандай Олимпиада жеңімпаздарын білесің дейді. Серік Сәпиев, Ермахан Ибраимов, Жақсылық Үшкемпіров, Елдос Сметов, Данияр Елеусінов және тағы да басқа көптеген Олимпиада чемпиондары бар екен. Қазақ елімізден шыққан. Келесі 20-шы жаттығу: жатқа жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Түріп жең, күресте жең, талып қар, күре қар дейді. Яғни түріп жең дегеніміз ол жеңнің, киімнің жеңі екен. Ал күресте жең дегеніміз жеңіске жету, жеңіп шығу деген мағынаны білдіреді. Екінші жағында талып қар, күре қар деген сөз берілген. Яғни талып қар дегеніміз қолдың қары, яғни білектегі бұлшық ет, ал қар дегеніміз күре қар, қыста жауатын қарды күре дейді. 21-ші жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Шақырады шымбұлақ, аппақ-аппақ шың құзы, қуанбайтын кім бірақ жарқыраса жұлдызы дейді. Авторы Темірше Сарыбайұлы. Енді шымбұлақ туралы не білесің? Энциклопедиядан шымбұлақ туралы біліп ал дейді. Шымбұлақ шаңғы базасы, Алматыдан 25 км жерде, Кіші Алматы шатқалының көркем жерлерінің бірінде, теңіз бетінен 2270 метр биіктікте орналасқан спорттық тынығу кешені екен. Ол 1954 жылы ашылды. 1956 жылдан тау шыңғысынан республикалық чемпионаттар өткізіліп тұрады. Яғни шымбұлақ дегеніміз шаңғы тебуге арналған тынығу кешені екен, спорттық кешен екен. Ол 1954 жылдан бері бар екен. Келесі 22-ші жаттығу: суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жаз дейді. Бірінші қойдың суретін көріп тұрмыз, Ағам жайлауда қой бақты деп бірінші сөйлем құраймыз. Енді осы қой деген сөзге алған заттарды қайта орнына қой дейміз, бұл жерде іс-қимылды білдіріп тұр қой деген сөз. Ара бал жинайды. Екінші, ара деген сөзді әкем екеуміз ағаш аралайтын құрал ара сатып алдық. Келесі 3-ші мақта көрсетілген. Апам дәріханадан мақта және дәрумендер алды. Бүгін апай жақсы оқушыларды мақтады. Яғни мақта деген сөзді де екі мағынада қолданып шықтық. Біреусі мақта деп не зат есім болса, ал екіншісі мақтады деп мақтау деген сөзден шыққан іс-қимылды білдіретін етістік болып тұр екен. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.